Ихсан деген сөз игілік деген сөз. Шынайылық деген сөз. Бұл нәрсені әділдік тұстанғанда шынайы ұстану керек. Көзбояушылық жасамау керек. Жақсылық жасасаңыз, шынайы жасауыңыз керек. Көзбояушылық мақтау үшін, көрсету үшін, елдер айту үшін емес. Міне осы бір ихсанның ішінде осы нәрсені естеген қамтылған. Ағайынға қарайласуды да бір шынайылықпен қарайласу керек. Амалдың жоқтығынан өтірік емес, жалған емес, мақтасын емес. Және де біздің тыйылатын нәрсе арсыздықтан, жамандықтан, зорлық-зомбылықтан шынайылықпен тыйылу керек. Бұл не деген сөз? Яғни елдің көзінше тыйылып, жеке қалғанда тыйылмайтын болуы да мүмкін. Сол үшін жеке қалғанда қандайсыз, көпшіліктің ортасында қандайсыз, екеуі бір-бірімен сай болу қажет. Бұны ихсан дейді. Екінші ихсанның түрлері, бағана айтып жатқан ихсан, шынайылық, ықыласымыздың түрлері бар. Бірінші жаратушыға деген ихсан. Біз Алланы көрмейміз, Алла бізді көріп тұр. Бірақ Алланың бар екендігін не істейміз? Біз білеміз, түсінеміз, ақылымызбен қабылдаймыз, жүрегімізбен сенеміз. Оған көптеген мысалдар бар. Табиғат болуы мүмкін, адамның жаратылуы болуы мүмкін, табиғат құбылыстарының өзгеруі мүмкін, әлемнің жаратылуы мүмкін. Осы арқылы біз Алла тағаланы танимыз. Алла тағаланың құдіретті күшті екендігін білеміз. Құлшылықтағы ихсан Алла жаратушыға деген Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтады: "Ан та'будаллаха кааннака тараху, фа ин лам такун тараху, фа иннака ярак." Алланы көріп тұрғаныңдай құлшылық етуің, сен Алланы көре алмасаң да, ол мені көріп тұр деген сезімде болуың, бұл ихсан болып есептеледі. Яғни біз Алла тағаланы көрмейміз, бірақ Алла бізді көріп тұр, сезіп тұр, төбемізде қарап тұр, қасымызда екендігін біз сезіне білуіміз керек. Солай құлшылық жасауымыз керек.